Екі дүниеде де бақытты болғың келе ме? Ендеше бүгінгі видеоның соңына дейін көруді кеңес беремін. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, видеоның соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Бәрі жақсы болады. Басыңнан қандай оқиға өтіп жатса да, сабырлықпен, шыдамдылықпен Алла тағала саған келген сынақты жақсылыққа айналдырады деген үмітпен қабыл ал. Қайғырғанмен пайда таппайсың. Егер сен бәле кесапатқа ұшыраған болсаң, сен жасай алатын ең жақсы іс туындаған жағдайға үйренісуге әрекет жасау. Аурудың себебінен сол қолын иығынан төмен кестірген бір кісіні білемін. Ол бұл кемшілігі үшін азап шегіп ауыр қайғыға батқан жоқ. Керісінше, шыдамдылығын көрсетіп, өмір тұрмысын жалғастыра берді. Үйленді, бала шағалы болды. Машинаны бір қолмен өте жақсы жүргізеді және өзінің ісін еш нәрсеге шағымданбай ұқыпты орындайды. Ол Алланы оны басынан бері бір қолды қылып жаратқан сияқты өмір сүреді. Хадисте Алла тағдырыңа нені жазса, соған разы болсаң, ел ішіндегі ең бай кісі боласың делінген. Адам өмірдің әр қандай шарттарына тез көндігіп үйренісіп кетеді. Әлбетте, материалдық жағдайдың жақсарғанына, оның жаман болып қалғанына қарағанда тезірек үйренісеміз. Осылай болса да айналаңа қарап көр. Қаншама кісілер жұпыны үйлерде тіршілік етіп, қарапайым азықтармен күн кешіп жүр. Сонда олар бақытсыз ба? Жоқ. Керісінше, олардың көпшілігі қоймасы тола, зәулім үйлер, қымбат бағалы көліктері бар байларға қарағанда бақыттырақ. Болатын нәрсе біз қалаймыз ба, қаламаймыз ба, бәрібір болады. Сондықтан қапа болып қарсы шығып наразылығымызды көрсетуіміз ақылсыздық. Ақылды кісі әрбір жамандықты жақсылыққа айналдыра алады және шынында иманды кісінің жағдайы таңғаларлық. Оның барлық жағдайы ол үшін жақсылық, әрі бұл иманды кісіден басқаға берілген емес. Егер оған жақсы нәрсе болса, ол Аллаға шүкір қылады және бұл ол үшін жақсылық болып жазылады. Ал енді оған кесел кесапат келетін болса, ол сабырлық танытады және бұл да ол үшін жақсылық болып есептеледі. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам сахабалары қалай өмір сүргенін, оларға келген сынақтарды қалай қабыл алғанын еске ал. Сонда саған келген сынақтар өзіңе сезіліп жатқандай, сұмдық қорқынышты шығатын тесік жоқтай тұңғиық емес екенін түсінесің. Пайғамбарлардан кейінгі ең жақсы кісілер, әулиелер де өте қарапайым жұпыны өмір сүрген. Кедейлік олардың көпшілігінің ажырағысыз жазмышы еді. Бірақ олар соған қарамай бақытты өмір сүрген. Өйткені оларда одан маңыздырақ байлықтары, иманы, сенімі, жақсы амалдары, көркем әдеп ақлақтары бар болып, Аллаға тәуекел етуді, ақыреттік игілікті көздеуді жақсы білді. Біз болсақ өзімізді олардың мирасқорлары деп есептейміз. Енді біздің олардай бақытты болуымыз үшін не жетіспейді? Достар, соңында өте әдемі сұрақ қойылды. Сол сұраққа өз пікірлеріңізді комментарийға жазып кетсеңіздер. Шын мәнісінде тақуада болып, Аллаға сенім артып, басымызға келген сынақтар, қиындықтарды көңілге алмай, көркем түрде себебін жасап, сабыр етсек, бәрі жақсы болады. Пікірлеріңізді жазып, лайк басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.